Қазір Ресей тарихшыларының арасында моңғол татар шапқыншылығы деген болған жоқ. Бұл орыстың өзара азаматтық соғысы еді. Бату деген, Шыңғысхан деген ол өзіміздің Иван Мудрый еді дегендей бір емеурін пайым айтылып жүр. Неге дегенде, сонау ұлы даладан Ресей қалаларына дейін 150 мың әскермен көшпенділер келуі мүмкін емес еді. Себебі ол 150 мың қосынға азық түлікті арқалау үшін 300 мың адам тағы да қызметке жүруі керек еді. Арбамен жетуі шайда мүмкін емес еді дегендей ойлар айтылады. Расымен солай ма? Орыс тарихшыларын жазып бос әңгіме дегеннен гөрі, олар сол дәуірдің пәлсапалық мәніне жете түсінбейді, білмейді. Бүгінгі күні өзінің машинасын үстінде жүріп ойлайды. Ана қарға түсіп қалған машинасын, өзінің қарны ашып қалған, капета болмай қалған, осы деңгейде түсінеді олар. Тарихи сана жоқ бұларда. Екінші, қалай? Бұны өздері дұрыс деп көрген нәрсесін тықпалау. Мысалы, ең жоқ дегенде бұлар жаңа гүмі деп тоқымаған ғой. Отырықшылар ғой, жорыққа шыға қалса, арбаға азық түлікті лыққа толтырып, сонымен ғана жүріп отырған. Ал көшпенділер бөрі азығы мен ер азығы жолда деген ұстанған. Жорықтың ас-ауқаты мейлінше аз болған. Жорыққа су дайындығын сұрап отырсың ғой сен. Сіз мынаны алып қараңыз. Көшпенді мал сала ма? Сүт. Болды, қайнатып ішеді. Ал ол үш күнің істіріп кетпей, айран қайнандырып қояды. Бір айдан ішетін болса, іркітке айналдырып қояды. Одан кейін бір айдың тамағын ағырым шыққып істейді, жұмсақ. 2 айдың тамағын қызыл ірім шыққып істейді. 1 жылдың тамағын құртқып істейді. Ол жорық құрты деген болған. Бірақ құрт ірімшіктен де жалығып, ет жегін келеді емес пе? Ол кезде көшпенділер даладағы киікті атып, борша ет жасаған. Егер жорық тым қауырт болса, әлгі етті аттың үстінде пісіре беретін болған. Мұны бастырма дейді. Қазақтың жауынгерлері, сарбаздары киікті немесе ертеуілдегі жылқының біреуін сойып алады да, етін сүйек саяқтан арылтып, міне мынадай қапшыққа салады. Мұны қазақ көшпенділер бастырма деп атайды. Оны етті әлгі сүйегі жоқ аттың үстіне қояды. Еттің үстінен ер тоқым қойды. Осылай 100-200 шақырым жүріп тастаған кезде аттың ыстығы мен терінің арқасында мынау қапшықтағы ет пісіп қалады. Әлбетте, бірден сұрақ тууы мүмкін, енді жылқының терісінен әлгі ет удай ащы болып кетпей ме деп. Жоқ, олай емес. Жорықта жүрген 1000 шақырым жүріп тастаған аттың бірнеше қайтара терлегендіктен соңғы терлері жорықтың үстіндегі ішіп алатындай тәтті болады. Кәдімгі шөге болатындай тәтті болады. Сондықтан етке ешқандай зауалы жоқ. Бір аялдаған кезде әбден уылжып талқан болған етті отқа қақтап жей береді. Бұл тамақты қазақ ұмытты, бірақ түріктерде әлі бар. Бастырма дейді. Дана бастырмасы, это кузу бастырмасы. Бастырма тағамын тегіс етіп сүрленген жалпақ тақтайдың астына салып, үстінен таспен бастырады. Жаугершілік аяқталғанымен түріктер осы қадірлі асты ұмытқан жоқ. Ауыр тастың астына бастырып, содан қалпақтай қылып тұтастай қуырған бастырманың дәмі енді керемет болады. Қазақтың ұлттық асханасы ұлы жорықтарға шақталған тамақтың түрлерінен тұрады. 3 минутта дайын болатын астан бастап 3000 жылға сақтауға болатын тамақтың түрі барын айттық әлгінде. Ең кереметі міне мынау жылқыны сол ас әзірлеу құралы қылып жіберген ғой. Әлгінде айттық, етті, жаңағы бастырманы осы аттың үстінде ақ дайындай берген. Керемет емес пе? Бүгінгі әңгіменің төркіні осы.